Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен осындай ореховый пирог жасайтын боламыз. Ең алдымен бізге 2 жұмыртқа мен құм шекер қажет. Оларды жақсылап құм шекеріміз ерігенше миксерлейтін боламыз. Бөлек ыдысқа ұн мен разрыхительді араластырамыз. Оның үстіне сары майымызды теркадан өткіземіз. Теркадан өткізіп болғасын қолмен майда түйіршік болғанша қолмен үгітіп шығамыз. Кез келген торт немесе пирог жасайтын кезде сұйық заттарды бөлек араластырамыз, қою заттарды бөлек араластырамыз. Соңында бірге қосып, қамыр илейтін боламыз. Дайын болған қамырымызды тоңазытқышқа 2 сағатқа салып қоямыз. Салмасын дайындау үшін бізге жұмыртқаның ақуызы мен құм шекер қажет. Оларды жақсылап миксердің көмегімен меренга пайда болғанша қою етіп миксерлейміз. Жұмыртқаның ақуызы міндетті түрде мұздай болуы қажет. Бөлме температурасындағы ақуыз бұлай көтерілмейді. Енді меренгамыздың үстіне грек жаңғағын салып, араластырамыз. Астынан үстіне қарай меренгамыз түсіп кетпеуі қажет. Грек жаңғағын алдын ала мен блендерде майдалап алдым. Егер сізде блендер болмаса, оқтаудың көмегімен майдаласаңыз болады. Қамырымызды үлкен және кіші етіп 2 бөлікке бөлеміз. Үстіңгі қабатына кішісін, астына үлкен қамырымызды қолданамыз. Оны 22 диаметрлік кольцаға жайып шығамыз қолмен. Шеттерін біркелкі етіп, жұқа етіп жаямыз. Енді салмасын біркелкі етіп жайып шығамыз ішіне салып. Ал енді екінші кіші қамырымызды шамамен 22 диаметр ретінде дөңгелек қылып жаямыз. Дайын болған қамырымызды пирогтың бетіне жауып шығамыз. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, 150-160 градусқа пешімізге 45 минутқа салатын боламыз. Біздің пирогымыз дайын. Мен бұны шамамен 1 сағат көлемінде суытып алдым. Бізде осындай керемет жұмсақ пирог дайын болды. Енді осының бетін әсемдейміз. Мен сахарный пудра себетін боламын. Сізде өз қалауыңызбен жеміс-жидектермен сәндесеңіз болады. Достар, пирогты міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Пирог өте жұмсақ әрі дәмді болып шықты. Сонымен қатар сіздер оны қонаққа немесе тапсырысқа жазсаңыздар болады. Ас болсын!